Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео бастамасынан бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін қазір сағат 3-тен кетіп жатыр. Мен жалпы бұл видеоны түсіріп 3-те бастағаным. Видео дұрыс болмай қалып жатыр, дұрыс кей жерлерінде ұзақ тұрып қалып жатыр. Бүгін сол барлығын реттеп келе қысқа нұсқа тездетіп айтамын деп шештім. Әйтпесе видео 5 минутқа созылып кетіп жатыр, 6 минутқа созылып кетіп жатыр. Оның барлығын ешкім қарап отпайды. Секіртіп отқанда адамдарға керекті материалдардың бәрі секірткен жағдайда білмей қалады, естімей қалады деген сияқты. Бүгін сол себепті сіздерге тез видео түсірейін деп жатырмын. Мынау менде таңертеңнен бері алынған жұмыртқа, австралиялықтар мен Лигорннан алынған жұмыртқа. Енді мен бұл жұмыртқаны жалпы негізінде шамагенше мынаған дейін алуым керек негізінде. Общий 20-25 жұмыртқа алуым керек қой, почти 30-ға тақап тұр. Сол себепті мен қандай жем берем, қалай тез көбейтем деген әдісті айтайын. Осындай куриный рац дейтін жем сатып аласыздар, бір мешок. Содан кейін бір мешок кебек сатып аласыздар. Мына кебек не үшін деп айтсаңыздар, бұл енді қазір видеоның соңғы жақтарында қолым тиіп жатса ұмытып қалсам айтатын боламын. Так, куриный рац аламыз бір мешок, содан кейін бір мешок кебек аламыз. Содан кейін үлкені болсын, кішкентай болсын, өзіңіз қалайса, мен 1,5 грамм алдым. Здоров несушка дейтін бар, осыны обязательно сатып аласыздар. Содан кейін тауықтардың жұмыртқалар жарылып қалған жағдайда мынандай ракушняк бар, московский. Осындай алсаңыздар болады. Содан кейін тауықтарыңыздың грипптің алдын алу үшін осындай бересіздер. Мынаны обязательно беріңіздер. 1 литр суға 1-2 миллиметр қосасыздар. Потому что мынау сіздердің қазіргі уақытта күз уақытында аурулар көбейіп жатыр. Торғайлар уже күн салқыннан қораға кіріп кетіп жатыр. Сол себепті осындай міндетті түрде беріңіздер. Так, қалай жасаймыз біздер? Мына мен дайындап қойғаным. Мына куриный рацта сіздерде мынандай жем тартатын болмаған жағдайда, жемді үгітетін болмаған жағдайда, осындай куриный рацта аласыздар да, осылай саласыздар. Мен аны араластырып қойдым, дайындайын деп. Потому что анаған езетін менде уақыт болмай жатыр қазір. Так, мынандай сосын кебектен мынандай өзіңіз білесіз, өзіңіз есептеп саласыз. Мен просто өзімнің нормамен салып жатырмын, пока уақытша көрсетуге. Так, мынандай, короче, менде осындай шелекпен берем ғой, мен бүкіл тауыққа берем. Сол себепті мен мынандай жерге дейін жем салам, міне. Сосын ыссы су құям. Ыссы су 45 минутта тұнады. И 45 минутта ыссы су тұрған уақытында болғаннан кейін бір араластырып жібересіздер, осылай полный. Содан кейін мынаны граммдап саласыздар, міне. Здоров несушка дейтінді, міне. Бір тауыққа 1 грамм бересіздер. Менде 25 тауық бар ма? 25 грамм осының үшін салам да, араластырам да, араластырып қойып қоям, бетін жауып. И таңертең келдім. Таңертең келгеннен кейін тоже тауық қораға келем. Жем беретін кезде полный тағы бір араластырып жіберем ағашпен. И содан кейін өзімнің осындай беретін ыдыспен. Ау, каз, балам, осындай ыдыспен беретін болам, міне. Осыны мен енді мына балапандарға беріп жүргенмін, өздеріңізге ыңғайлы болады ғой. Так, қалай көрсетсем болады. Мынандай шелек стакандарын бересіздер ғой, міне. Мынандай қаймақ шелегімен өздеріңіз граммдап тауықтарыңызға берсеңіздер болады. 100% сіздерге көмектеседі деп айта алмаймын. Мен личный өзіме 100% көмектесті бар жатыр. Сол себепті и повторно осыны қайталайын деп жатыр. Потому что менде дейтін карлдар, ақ тауықтар птицфабрикадан келген. Бұларға бидей берсем жұмыртқа что-то азайып бара жатыр. Сол жұмыртқасын көбейту мақсатында осы жемді қолданып жатырмын. Ал қара тауықтарға енді почти бидей беріп жатырмын. Олар бидейға туып жатыр. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.